Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі қызыл ірімшіктің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен сүтімізді газге қойып, қайнауға бірер минут қалғанда үстінен айранымызды салып, жақсылап араластырамыз. 1 минуттан кейін айранымыз іріп бастайды. Толық ірігенше астын қатты қойып қайнатамыз. Айран құйғаннан кейін сүтіміз осылай іртік-іртік болып шығады. Астын қатты отқа қойып, толығымен қатты қайнағанша, сарысу бөлінгенше қайнатамыз. Біздің ірімшігімізде осылай сарысуы және ірімшігі бөлініп шықты. Енді астын баяу отқа қойып, қақпағын жауып, 2 сағаттай қайнатамыз. Тура 2 сағат өткеннен кейін ірімшіктің түсі осылай сарғыштана бастайды. Дәл осы кезде үстінен қант салып, жақсылап араластырамыз. Мен 100 грамдай қант салдым. Егер сіздер тәтті болғанын қаласаңыздар, 200 грамдай немесе көбірек қоссаңыздар болады. Осылай қақпағын жауып, тағы 2-3 сағаттай қайнатамыз, толық қып-қызыл болғанша. Біздің ірімшігіміз толықтай қайнады, осындай түсі қып-қызыл болғанша қайнатамыз. Енді оны сүзіп аламыз. Мен мынандай кастрөлдің үстіне сүзгіні қойып, оның үстінен ақ-дәкені 2 қабаттап қойдым. Соның үстіне ірімшігімізді сүзіп алатын боламыз. Сарысуы астына қарай түсіп кетеді. Ірімшікті сүзіп алғаннан кейін бетін осылай дәкенің жан-жағымен жауамыз, үстін қаттырек басамыз, одан кейін үстінен тарелканы қойып, ауыр зат бастырып қоямыз. Мен бұл жерде 2 литрлік банкіге су қойып қойдым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ауыр затты қойып, сарысу бөлінгенше күтеміз. Мінекей достар, осымен біздің қызыл ірімшігіміз дайын. Өте дәмді әрі дәруменге бай тағамдардың бірі. Егер балаларыңызға жасап берсеңіздер, кальцийге өте бай. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Алда әлі сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау, сәлеметте болыңыздар.